Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаға мадақ ардақты пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ислам дінінде адамның денсаулығы ол аманат екендігін баршамыз білеміз. Кез келген адам өзінің осы бір дүниеде Алланың берген денсаулығы үшін Алланың алдында жауап береді. Ислам дінінде екпеге тыйым салынбайды. Кез келген жұқпалы бір аурудың алдын алу мақсатында екпе алуға ешқандай тыйым жоқ. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, өзінің бір хадисінде кімде-кім таңертең әжуа құрмасының 7 талын жеген болса, ол сиқырдан және удың зиянынан аман болады деген. Яғни кез келген осындай бір себептерді пайдалану арқылы болашақта келетін түрлі зиянды нәрселерден тыйылуға шақырған. Ардақты қауым, әлбетте осы екпе алу, екпе егуге шариғатымызда қойылатын талаптар бар. Біріншіден, екпе алардың алдында білікті, білімді мамандармен ақылдасу. Себебі Алла тағала Құран кәрімде білмесеңдер білім иелеріңнен сұраңдар деген. Яғни кез келген дәрігермен, осы салада қызмет етіп жүрген адамдармен ақылдасып қана алуға шақырады. Екінші, осы алайын деп жатқан екпенің құрамында шариғатымыз тыйым салған заттардың болмауы. Харам болған, болмаса нәжіс болған заттардың екпенің құрамында болмауы. Шариғатымызда харам немесе нәжіс затпен емделуге тыйым салынады. Тек қана зәрулік жағдай болмаса. Одан кейінгі шарты, екпені алғаннан кейін сырқаттанып жүрген, және ауруыңызды қоздыратын, болмаса мүгедектікке, басқа бір ауруға жол ашпайтын болу керек. Алдын ала зерттеп, жаңағыдай мамандармен дұрыс ақылдасып алған болса, онда біздің дінімізде, шариғатымызда бұл екпеге, ешқандай екпеге тыйым салынбайды. Алла тағала жақсырақ біледі.